Баршаңызға сәлем, менің есімім Жұлдыз, менің каналыма қош келдіңіздер. Дәл осындай видео жасау үшін PicsArtқа кіреміз. Все фотоға барамыз, өзіміздің таңдап алған фотоңызды қоясыздар. Мен мінекей осы фотоны таңдадым, енді осы жерге текст жазамын. Мысалға сәлем деп жазамын, иә? Сәлем. Мінекей жаздым. Енді осы текстке өзіңіз арнайылап шрифт таңдасаңыз болады. Көлемін шамалы үлкейтеміз. Маған осы шрифт ұнап тұр. Енді төменгі жағында прозрачностьқа барып шамалы азайтамын. Жоғарғы жағында ластикке барып кейбір жерлерін удалить етемін. Яғни ластиктің размерін өзіңіз қандай алып таңдасаңыз да өзіңіз білесіз. Мен кішкентайын таңдаймын. Кейбір жерлерін мінекей осылай удалить етуге болады. Как будто алдың арасына кіріп тұрған сияқты болып көрінеді. Қате кетсе, жоғары жағында стрелканы басып, қайтадан қалпына келтіріп алсаңыздар болады. Мінекей. Осылай енді осыны сохранить етемін. Готовын басамын, сохранить. Екіншісін жасау үшін төменгі жағындағы прозрачный фонға барамыз. Осы жерге стикерге барып бумага деп жазамыз. Осы жерден өзімізге қажетті бумаганы таңдап аламыз. Мен мінекей мына түрін таңдап аламын. Мінекей таңдап алдым. Енді осының бағытын өзгертіп, осылай қойып аламын да осыған текст жазамын. Ниетің қандай болса, нәтижең сондай болады. Таңдаймын және де түсінен қара түсті таңдаймын. Осылай қойып аламын да, сохранить етемін бұнда. Енді YouTube'ға кіріп, футаж голубь деп жазамын. Бұл жерде бізде көгершін ұшып келе жатады. Мінекей, бірінші тұрған видеоны таңдаймын. Осы видеоның төменгі жағында поделиться батырмасын басып, скопировать етіп, ссылкасын телеграмға вставить етсеңіздер болады. Осыған дейінгі видеоларда көрсеткенмін сіздерге. Телеграмнан скачать етіп аласыздар. Мен скачать етіп алдым. Енді тағы бір элемент бізге завернутое письмо керек. Ол үшін Google'ге кіріп, завернутое письмо деп жазамыз. Картинкеге барамыз. Письмоның түрі бар. Өзіңіз қалағанын таңдап алсаңыз болады. Мен мысалға мынаны таңдап аламын. Үстін басып тұрасыздар да, добавить фото деп тұр, соны басасыздар. Сол кезде өзіңіздің галереяңызда сақталады. Енді осы фотоның PNG форматы керек маған. Мына жерге remove PNG деп жазамын. Загрузить изображение, медиатека, выбрать басып, мінекей скачать етемін. Скачать етілді. Енді осыны сохранить етіп аламын. Сохранить етілді. Енді CapCut'қа кіреміз. Новый проект. Жаңағы фотомызға барамыз. Добавить етеміз. Осы фотоға наложение жасаймыз. Видеоны әкеліп қоямыз. Осы видеоның дауысын басамыз. Громкость, яғни қатты шығып тұр себебі. Қойып аламыз. Фотоны оңға қарай жылжытамыз. Және де видеоның кейбір керек емес жерлерін удалить етіп тастаймыз. Яғни осы жерден разделить етеміз. Видеоның үстін басып тұрып солға қарай тартамыз.
және де скорость қосамыз. Жай ішіп тұр себебі. Склейка қойып, фильтрге барамыз. Қосып көреміз. Мінекей. Ұшып келе жатыр. Видеоның дауысын тағы да шамалы кішірейтеміз. Енді осы жерге тағы наложение жасаймыз. Яғни манағы завернутый письмомызды құстың аузына әкеліп қоямыз. Мейлінше кішірейтіп, құстың аузына қарай апарамыз да осылай қойып аламыз, бетін жауып кетпесін. Осылай қоямыз да қарап аламыз бірінші. Тістеп тұрған сияқты етіп қоямыз. Склейканы басып, кішкене прозрачностьті азайтамыз. Яғни себебін беткен кезде ап-анық көрініп тұр, көгершініміз бұлдырап тұр. Бұны да көгершін сияқты бұлдыратамыз. Письмоны оңға қарай тартамыз. Енді жоғары жағында ромбикті қойып аламыз. Басып, неке қойылды, видеоны жүргіземіз. Көгершін мына жаққа қарай ұшты. Письмоны алып, көгершінің аузына қайтадан тағы қоямыз. Склейкаға барып, шамалы анықтау қыламыз. Дәл солай көгершін тағы жүргіземіз. Тағы да мына письмоны аузына осылай қойып аламыз. Склейкаға кіріп, тағы письмоны кішкене анық қыламыз. Жүргіземіз. Тағы письмоны аузына қоямыз. Склейкаға кіріп, анықтау қойып аламыз. Прозрачностьті. Неке тағы да жүреді. Осылай ұшқан сайын қойып отырамыз. Енді осы жерге келген кезде письмоны төмен қарай түсірген есепті көлемін үлкейтеміз письмоның. Енді осы жерден письмоның қалған бөлігін удалить етеміз. Осы жерге манағы жазған жазуымызды наложение жасаймыз. Төмен қарай түсіреміз. Қысқартамыз. Қараймыз. Енді осы жерге анимация керек бізге. Анимацияға барып, затемнениені алып, қоямыз осыны. Сонда осылай болады. Мінекей. Сонымен басынан бастап қарап шығайық, қалай болатынын. Енді сохранить етіп аламыз. Сохранить етемізді новый проект жаңа видеоны әкеліп қайтадан қоямыз. Осы жерге енді эффект қоямыз. Эффект видеоға барамыз. Природаға барамыз. Осы жерден бірінші дождьты алайық. Жаңбыр жауды бірінші. Қоямыз. Шамалы видеоның басында емес, кішкене жүргізіп барып қояйық. Содан кейін молния. Осыны қойып аламыз. Содан кейін күн шыққанды қояйық.
солнце. Мінекей осылай капкаттың видеосын ұдайы етіп тастаймыз және мынаны тақаймыз. Сол кезде осындай видео пайда болады. Мінекей жаңбыр жауып отыр. Молния, найзағай. Күн шығып тұр. Осылай керек емес жерлерін өздеріңіз бағыттап ұдайы жетіп тастасаңыз болады. Кәдеңізге жарасын. Менің каналыма лайк басып тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта түрлі видеолармен сіздермен бөлісетін боламын.